Сен отырсың? Жаңа жегін көп кетті. Жаңғақ өспеді ғой бұл талда. Біреу саған жаңғақ өсет деді ма? Үйден алып келген жаңғағымды осы жерде отырып жейін дедім. Түш нервматин. Осы есің дұрыс па сенің? Айтшы маған. Не болды? Құнымыз бір-ақ мотоцикл ма сонда? Білесің, ертең сөз салайын деп отқан өліп кете жаздадық қой. Не болып өліп кетсең? Досың емессің ба? Өзім Мадинаға сөз салып, үйленіп, бала шағаңды асырап шығам. Дауа жоқ екен саған. Не сахнаға жоқ ма? Кәсіпшілерге дайын емес. Сен де сіңне біреуді ташып жүрміз кешке. Бейбіт, жақсы көретін қыз болса сақинаңа да қарамай иә дейді. Ертең сонда құр саусағын ұстап алып тұрмысқа шығасың ба деймін ба? 17-лік гайк тағысы. Қазір минимализм модада ғой. Минимализм не екен білесің ба? Не болды? Мадина деп. Одан басқа әдемі қыздар көп қой. Кім? Қарлығаш Мұхамеджанова. Бейбіт, сен Мадинаны не істейсің? Одан да менімен жүрсеңші. Көлігің болады, үйің болады. Мен сені өміріңнің соңына дейін бақытты етемін. Десе. Жоқ, қарлығаш ұнамайды маған. Өтірік соқпашы. Ерінің тұрып кетті ғой ана. Қойшы, қайттым мен. Алдамақшысың, ә? Дайынсың ба? Иә. Ал сөздеріңді айтшы ал мен Мадинам. Мадина, Бейбіт! мен бұл сәтті өте ұзақ күттім. Ты чё, би? Екеуміз мектеп кезден бері бірге өстік. Сен мені өткізген әрбір уақыт мен үшін бақыт. Менімен бірге ауылда қалып, маған тұрмысқа шығасың ба? Бейбіт, жоқ, шыға алмаймын. Ал жоқ. Мұнан бәрі не үшін сонда? Мен ауылда қалмаймын, мен бәрібір Америкаға кетемін. 4 жыл босқа оқыдым ба? Мен 4 жыл босқа күттім ба сонда? Ренжіме. Жоқ. Tamam. Бейбіт. Не үшін келдік деймін? Не болды саған? 2 күннен бері вроде жанымдасың, бірақ көрінбейсің. Мүмкін имамға айтқызып көреміз, 1-2 уақыт сол кезде Мадина қалатын шығар. Солай айтпайсың ба енді? Жүр. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам, қалайсыңдар жігіттер? Срочно Жұмағұлағаның үйіне бару керек болып тұр. Жұмағұлаға кетті ме не? Жоқ, қызы кетейін деп жатыр. Мәссаған, жап-жас еді ғой,